Грек жаңғағы біздің ағзамызға өте пайдалы екенін бәрі біледі. Бірақ ол нақты неден пайдалы? Ағзамызға қандай проблемалар кезінде көмектесе алады? Және кімге грек жаңғағын мүлдем жеуге болмайды? Арнаны ауыстырмаңыздар. Бүгін біз жаңғақтың пайдалы және зиянды жақтарын талдайтын боламыз. Сонымен қатар сіздермен дәмді және емдік рецепттермен де бөлісе кетеміз. Жаңғақ жемістері өсетін ағаштардың биіктігі 25 метрге жетіп 400 жылға дейін өмір сүре алады екен. Бүгінде олар Орта Азия мен Жерорта теңіз аумағында өсіріледі. Ал Орта Азияға өнім Грециядан келген, сондықтан оны грек жаңғағы деп атап кеткен. Ал жаңғақтың латынша атауы патша ақжелкені деп аударылады. Ежелгі уақыттан бері біздің ата-бабаларымыз жіптер мен шаштарға қызыл немесе қоңыр түс беру үшін жаңғақ бояғыштарын қолданған және жануарлардың терісін де өңдеген екен. Грек жаңғағының пайдасы неде? Жаңғақ құрамында майда еритін А, Е, сондай-ақ Б дәрумендері, С, ПП, К дәрумендері. Сонымен қатар оның құрамында мырыш пен йод және де таниндер көп. Жаңғақтағы темірдің көп мөлшері анемиямен күресуге көмектеседі. Ал мырыш пен йод терінің, шаштың, тырнақтың және қалқанша безінің денсаулығы үшін, сондай-ақ иммундық және эндокриндік жүйе үшін маңызды. Магний несеп жыныс жүйесінің күйіне оң әсер етеді және зәр айдағыш әсерге ие. Сонымен қатар С және Е дәрумендері қартаю процестерін баяулатады және антиоксиданттық қасиеттерге ие. Ал омега-3 май қышқылдары есте сақтау қабілетін жақсартады және зейінді арттырады. Егер ұйқы режимі бұзылса, онда өнімді қосымша құрал ретінде кешкі асқа қосуға болады. Өйткені ол ұйқы гормоны болып табылатын мелатонинге бай. Олар жүрек қан тамырлары мен жүйке жүйесіне де пайдалы әсер етеді. Стресс пен депрессияны жеңуге көмектеседі. Жаңғақтардың құрамындағы калий мен магний тамыр қабырғаларын нығайтады, қандағы холестерин деңгейін қалыпқа келтіреді және қан қысымын тұрақтандырады. Осылайша инсульт пен инфаркт қаупін азайтады. Бауыр мен өт қабының ауруларына да көмектеседі. Әйелдердің гормоналды деңгейіне және етеккір циклінің бұзылуына оң әсер етеді. Жүкті әйелдер үшін бұл өте қажет. Өйткені жаңғақтардағы кальций мен фосфор баланың қаңқасының қалыптасуына қатысады. Ондағы магний денеден артық суды кетіруге көмектеседі. Сондықтан ісіну болмайды және жатырдың тонусын төмендетеді. Простатитке, несеп жыныс жүйесінің қабыну процестеріне көмектеседі. Жыныс мүшелерінің қанмен қамтамасыз етілуін және потенциалын арттырады. Жаңғақ жоғары калориялы, сондықтан күніне 3 жаңғақтан артық жеу ұсынылмайды. Ал 3 жастан асқан балаларға күніне 1 жаңғақ жеткілікті. Қандай аурулар кезінде көмектесе алады? Жаңғақ жалпы күшейтетін қасиетке ие. Суық тию, вирустық ауруларға көмектеседі. Әлсіреген иммундық жүйені қалпына келтіреді. Әртүрлі ауруларды емдеуде қолданылады. Мысалы, атеросклероз, гипертония, қалқанша без және жүрек аурулары, қант диабеті, импотенция, бедеулік, темір тапшылығы, анемия, созылмалы шаршау, мидың белсенділігінің төмендеуі, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, стресс, асқазан сөлінің жоғары қышқылдығы, операциядан және ауыр аурулардан кейін қалпына келтіру. Сонымен қатар ішек моторикасының бұзылуы және ішқату мен подагра кезінде. Дәмді және емдік рецепттер. Жаңғақ қосылған әртүрлі емдік рецепттер жасауға болады. Бірінші, асқазан жарасына арналған жаңғақ сүті. 20 грамм жаңғақ дәндерін ұсақтап, 1 стакан жылы қайнаған су құйып, жақсылап араластырыңыз. 1 сағат тұндырыңыз, қайтадан араластырыңыз және сүзіңіз. Олардың үстіне 2 шай қасық бал қосыңыз және тамақтанудан 30 минут бұрын күніне 5-6 рет 1 десерт қасықтан ішіп отырыңыз. Ал бала емізетін әйелдерде сүті жеткіліксіз болса, күніне 3 стаканға дейін жаңғақ сүтін ішу ұсынылады. Екінші, суық тиген кезде. Мұндай өнімдер суық тию мен пневмонияға өте тиімді. Бірінші рецепт. 1 кесе жаңғақ, қабығы бар 3 лимон, бірақ сүйектерінсіз алыңыз. Барлық ингредиенттерді ет татқышта өткізіңіз. 300 грамм алоэ, жарты келі тұздалмаған май, табиғи бал және 200 мл кагор қосыңыз. Бал мен майды су ваннасында алдын ала ерітіп, қатты қоюланып кетпегенше салқындату керек. Содан кейін барлық ингредиенттерді мұқият араластыру керек. Дайын өнім тамақтанудан жарты сағат бұрын күніне 3 рет 1 ас қасықтан қабылданады. Екінші рецепт. Тең пропорцияда жаңғақ дәндерін, мейіз және кептірілген өрікті ет татқышта өткізіп бал қосыңыз. Содан кейін бәрін мұқият араластырыңыз. Дайын өнім күніне 2 рет, 2 ас қасықтан таңертең және кешке 1 ай аралығында қабылдану керек. Мұндай емдеуді әр көктемде және күзде жүргізу ұсынылады. Үшінші, бауыр мен бүйрек аурулары кезінде.
300 грамм балды сұйық күйге дейін сумен сұйылту керек. Оған жарты келі ұн сияқты қылып, ұнтақталған жантақты қосыңыз. Сұйық қоспа пайда болғанша араластырыңыз және дайын өнімді 2 апта ішінде күн сайын 3 ас қасықтан жеп отырыңыз. 1 аптадан кейін емдеу курсын қайталауға болады. 4-ші, конъюнктивит кезінде. Конъюнктивитті емдеу үшін отварларды қолдануға болады. Жарты кесе ұнтақталған жаңғақтың ішкі қабықтарын 1 литр таза суға салыңыз да отқа қойыңыз, қайнатыңыз. Содан кейін баяу отта 20 минут пісіріңіз. Сорпаны дәке арқылы сүзіп салқындату керек. Дайын отварға мақта жастықшаларын салып, қабақтарыңызға 5 минуттан қойып отырыңыз. Емдеу курсы 1 апта. 5-ші, іш қатудың күшті құралы. 100 грамм жаңғақ дәндерін алыңыз да ұсақтаңыз. 1 литр сүтке қайнатыңыз. Сүзгіден өткізіп, дәміне қарай сорпаға қант қосыңыз. Эффект басталғанға дейін күніне 5 рет. Стаканның 3-тен 1-ін жылы күйде ішіп отырыңыз. 6-шы, қант диабеті кезінде. Жаңғақ дәндері мен қарақұмықты 1:5 қатынасында араластырыңыз. Ингредиенттерді ұсақтаңыз және 1,5 ас қасық қоспаны кез келген майлы айранмен толтыруыңыз керек. Айран ұсақталған массаны 2 сантиметрге жабуы керек. Дайын қоспаны тамақтанудан жарты сағат бұрын 1 шай қасықтан жеп отыру керек. Емдеу курсы 5 ай. Кейін 3-4 айға үзіліс жасап, қажет болған жағдайда курсты қайталау қажет. 7-ші, жүрек қан тамырлары жеткіліксіздігі және атеросклероз кезінде. Ет тартқышта 1 стакан жаңғақ дәндерін өткізіп, оған 1 стакан лимон шырынын және бал қосыңыз. Ағаш қасықпен эмальданған ыдыста мұқият араластырыңыз. Банкаға салыңыз, герметикалық жабыңыз және тоңазытқышта сақтаңыз. Қоспа біткенше дейін тамақтанудан 20 минут бұрын күніне 3 рет 1 ас қасықтан жеп отырыңыз. Ал курстар арасында 1 ай үзіліспен қабылдауды жылына 3-4 рет қайталауға болады. 8-ші, жиі бас ауыру және ұйқысыздық кезінде. Кешкі асқа 3 жаңғақ дәнінің үгітінісімен араласқан 1 ас қасық бал жеу ұсынылады. Бұл терапия 1 айға жалғасады. 2-3 айдан кейін әл ауқатына байланысты курсты тағы 1 рет қайталауға болады. 9-шы, астманы емдеу үшін. Алой жапырақтарын қараңғы жерде 12 күн ұстаңыз. Содан кейін оларды ет тартқышта өткізіп, үстіне су құйыңыз. 1,5 сағат ұстаңыз. Содан кейін шырынын сығып алыңыз да және сығылған шырынның 100 грамын жарты келі туралған жаңғақтармен араластырыңыз. Алынған қоспаға 300 грамм бал қосыңыз. Қоспаны күніне бірнеше рет араластыру керек. Дайын өнімді тамақтанудан 30 минут бұрын күніне 3 рет 1 ас қасықтан жеп отыру керек. 10-шы, иммунитетті нығайту үшін. Жарты келі жаңғақ дәндерін ұсақтаңыз. 100 мл алой шырынын, 4 лимоннан жаңа сығылған шырынды және 300 грамм табиғи бал қосыңыз. Барлық ингредиенттерді мұқият араластырыңыз. Дайын қоспаны тамақтанудан жарты сағат бұрын күніне 3 рет, 3 апта қабылдау керек. Ересектер үшін доза 1-2 ас қасықтан, ал балалар үшін 1-2 шай қасықтан тұрады. Неліктен жаңғақ қауіпті болуы мүмкін? Барлық артықшылықтарына қарамастан жаңғақ зиян келтіруі мүмкін. Өнім анафилактикалық шок және аллергиялық реакциялардың дамуына әкелуі мүмкін. Бұл өте күшті аллерген, сондықтан оны қолданғаннан кейін дененің реакциясын бақылау керек. Сондай-ақ асқазан ішек жолдарының созылмалы қабыну аурулары бар адамдарға жаңғақпен мұқият болу керек. Ядралардағы майдың көп мөлшері бауыр мен ұйқы безіне, сондай-ақ асқазан ішек жолдарының басқа мүшелеріне үлкен жүктеме береді. Диатез, жедел ішек инфекциялары, гастрит пен панкреатит, ойық жара аурулары, псориаз, нейродермит пен гипервитаминоз, денеде йодтың артық болу кезінде мүлдем қолдануға болмайды. Сондай-ақ жаңғақты шамадан тыс жеу диареяның дамуына, бездердің шырышты қабығының қабынуына және артық салмаққа келуі мүмкін. Сақ болыңыз, магазиндерде мерзімі өткен және көгерген жаңғақтар жиі сатылады. Ал мұндай жаңғақтарда саңырауқұлақтар болады. Олардағы афлатоксиндер бауырда қайтымсыз өзгерістер тудыруы мүмкін. Олар денсаулыққа ғана емес, өмірге де аса қауіпті. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.